Рейстер жақында ғана мен үй алдым. Бір күні ұйқыңыздан оянасыз да, бірақ адамдардың түрлері осындай болып көрініп тұрады. Мына қыздың не жасағанын көрдіңіздер ме? Бұл қыздың шашы табиғатынан осындай. Так, суреттен ең бір Красная дверь, желтая дверь. Соңғы 2 күнде 100 деген адам тек осы ойын жайлы сұрап жатыр. Диана ол рас па, жоқ па деп. Тиктокта мынандай видеолар толып жатыр. Ойынның ережесі бойынша ойнау үшін 3 немесе 2 адам қажет болады. Біреу просто қарап отырады, біреу миға осылай массаж жасап отырады. Ал ең маңызды адам ол жататын адам. Красная дверь, желтая дверь деп айтып жатқанда жатқан адам қолын түсірсе болды, демек ол басқа әлемге кетті деген сөз. Егер жатқан адам сағаттары бар бөлмеге кірсе, немесе қара костюм киген адамды көрсе, оны сразу оятпаса, ол басқа әлемде мәңгіге қалып кетеді деп айтып жатыр. В общем, былай, бұның рас өтірік болуы өзіңізге байланысты. Бірақ бұның барлығы айтып жүргенде ешқандай мистикасы жоқ. Get ready with me, мен тренировкаға інжі. Алдыңғы жолы лабу күлкі. Бұны айтудың уақыты келді. Қазір мен бір қорқынышты оқиға немесе қызық ақпарат айтайын деп тұрған жоқпын. Мүлде басқа нәрсе айтамын. Өздеріңізде байқайтын шығарсыздар, көбінесе атақты адамдар, блогерлер, әншілер, хейтерлер. Мына елдің көзі әлемдегі ең үлкен көз болып саналады. В общем, шок болуға дайын болыңыздар. Әлемдегі ең үлкен дене мүшелерді көрсетем. Көптеген адамдардың мұрны осындай болса, ал Мехмет Озуиректің мұрны әлемдегі ең үлкен мұрын болып саналады. Кәдімгі алақан осындай болса, Султан Көсеннің алақаны дүние жүзі бойынша ең үлкен болып саналады. Мынау көпшілік адамның ауызы. Ал мынау Франциско Домингоның Гиннестер рекордына енген ең үлкен ауызы. Құлақ. Мерли Монро бұл өмірде жоқ болса да, оған тыныштық жоқ екен. Қайтыс болғанына қаншама Бәріміздің 4 ай өміріміз қалды. Ал 4 айдан соң планетамызға НЛО келіп қонады. Осы информацияны өткенде ғана астрономдар айтқан еді. Бәріміздің 4 ай өміріміз қалды. Ал 4 айдан соң планетамызға НЛО келіп қонады. Осы информацияны өткенде ғана астрономдар айтқан еді. НЛОның размері 24 километр екен. Бұл почти бір кішігірім қала ғой. Қайдан, қалай пайда болғаны белгісіз, бірақ точно бізге қарай келе жатыр. Еще сұмдық жылдамдықпен сағатына 24 000 километр ма бірдеңе. Оның аты Аумуамуа екен. Негізі бұны алдын астрономдар байқап қойған екен. Бірақ ай әшейін метеорит қой деп ойлапты. Кейін тұрған жерінен өзімен өзі жоғалып кетіп еді. Енді қайттан өзімен өзі пайда болды. Әшейін тас қой деп айта алмаймыз, өйткені НЛОдан жанып тұрған светтер байқалған. Ғалымдар оның не үшін, қандай мақсатта келе жатқанын білмейді. Денесінің толықтай бір мүшесі жоқ адамдар, жағы жоқ адамдар. Бәріміздің 4 ай өміріміз қалды. Мама? Алдындары сұмдық адам. Мына қызды дәл қазір бүкіл Америка жек көреді. Қазір айтамын неге екен. Бұл қыздың бала кезден бірге ойнап өскен ол досы бар. Және сол досы үйленеді, әйелі жүкті болып, гендер пати өткізетін болып. Дымда ойланбай бабыл ти ішетіндер. Мына байғұс қыз Мына жылғы. Мына қыз дәл осы жерде өзінің туған күнінде қайтыс болды. Ешқашан, естеріңізде болсын, ешқашан бұлай жасамаңыздар. Мына бабыл ти дымда. Мына денесі. Бәріміздің 4 ай өміріміз қалды. Ал 4 айдан соң планетамызға НЛО келіп қонады. Осы информацияны өткенде ғана астрономдар айтқан еді. НЛОның размері 24 километр екен. Бұл почти бір кішігірім қала ғой. Қайдан, қалай пайда болғаны белгісіз, бірақ точно бізге қарай келе жатыр. Еще сұмдық жылдамдықпен сағатына 24 000 километр ма бірдеңе. Оның аты Аумуамуа екен. Негізі бұны алдын астрономдар байқап қойған екен. Бірақ ай әшейін метеорит қой деп ойлапты. Кейін тұрған жерінен өзімен өзі жоғалып кетіп еді. Енді қайттан өзімен өзі пайда болды. Әшейін тас қой деп айта алмаймыз, өйткені НЛОдан жанып тұрған светтер байқалған. Ғалымдар оның не үшін, қандай мақсатта келе жатқанын білмейді.
Біреулер бізбен достасып келісім шартқа отырады десе, басқалар планетадан адамдарды жойып тастау үшін келе жатыр деп жүр. Енді лично өзім бұны пока что өсек ретінде қабылдап жүрмін. Ана айтқандай сеніп тұрған жоқпын. Тас болса тас шығар, бірақ НЛО дегенге онша сенімсіз сияқты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Рас па, жоқ па? Комментарийде бөлісіп, Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл? Бәріміздің 4 ай денесінің мына дымда бабл-ти дымда ойланбай мына 4 жүзіктің біреуін таңдаңыздар да. Мен сіздің нені қандай эмоцияны жасырып жүргендеріңізді айтып берем. Бірінші жүзікті таңдағандар мұңды жасырып жүреді. Сіздерге әрдайым күшті бір қалып бабл-ти, мына байғұс қыз, мына жылқы, мына бұл қазір интернеттегі жаңа тренд. Спасибо, добрый дядя. Яғни қазақша аударғанда рахмет, мейірімді ағай дегенді білдіреді. Трендте жас қыз немесе жігіт. Мына жол, мына так. Та-дам! Та-дам! Луковые кольца, Картофельные дольки. стрипсы, Кола. бургер, Ағда кола. типа лаваш. Видео. Енді тек өзім ғана емес, кішкентай жиенімді де қосып алып, ASMR түсіретін болды. Қарғыс сатқан ойыншық. Бір күні Маша и Медведь. Егер жаңбыр жауып, үйінде әшейін краннан су ішетіндер бар ма? Мүлде олай жасамау керек. Мына видеоға қараңыздар. Бір ағай фильтр сумен краннан аққан суды арнайы аппарат арқылы салыстырып жатыр. Краннан аққан судың қаттылығын қараңыздар, 1000-нан асып кетіп бара жатыр. Ал норма бойынша 120-дан аспау керек. Ал міне мынау фильтр судыкі. Өзімде почти күн. Мына блогердің не бүлдіргені кімнің есінде? Таңдаңыздар, ит па, мұшық па? Қайсысын үйге асырағыңыз келетін еді? Мен өзім мына бұзық жігіт кіруге болмайды десе де забордан аттап өтіп, айналып жатқан аттракционның астына барып тұрып. Ай, жүгіріп шықты ма бе? Қараңыздар, мына еркек қалай қолын банкаға салып еді, солай банкідегі су кәдімгі мұзға айналып жатыр. Еркек қолын аламай қалды. Бұның не екенін білесіздер ма? Давайте барлығын айтып берейін. Ол ешқандай да мұз емес, наоборот, қатты